Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5 минутта духовкасыз тек қана табада пісетін, қамыры өте жұмсақ болып шығатын пиццаның рецептісін ұсынамын. Ең алдымен каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші қаймаққа 5 ас қасық майонезді салып, үстіне тұз, ұн және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне 3 жұмыртқа мен сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Осылайша барлығын араластырып болған соң табамызды қыздырып алып, үстіне жабыспас үшін кішкене май себеміз. Осылайша табамызды қыздырғаннан кейін үстіне 5 қасық немесе 6 қасық салып, жай отта міндетті түрде газдың астын қайтарып, осылайша жайып шығамыз. Жайып болған соң үстіне кетчуп салып, осылайша тағы да жайып шығамыз. Барлығын жайып болған соң үстіне қалаған начинка салсаңыз да болады. Мен помидор мен сосиска қолдандым. Сіздер қалауларыңызша колбаса немесе басқа заттарды салсаңыздар болады. Салып, үстіне үккіштен өткізілген сырымызды салып, бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде газдың астын қайтаруды ұмытпаңыздар. Баяу отта пісіріп аламыз осылайша. Піскеннен кейін өте жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін, дәмі өте керемет болып шығады. 5 минутта ғана дайындалатын пицца. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.